Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі қазақ тілі сабағымызда 5-ші бөлімімізді жалғастырып, параграф 6 Қазақстанда қорықтар тақырыбын өтеміз. Бүгінгі оқу мақсаттары олар тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін сипаттау, сонымен қатар құрылымын салыстыра талдау. Тұрлаулы сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Ал бағалау критериялары олар тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Тұрлаулы сөйлем мүшелерінің сөйлеу жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. Балалар, сіздер шығарма түрлерін білесіздер ме? Олар әңгімелеу, сипаттау, талқылау. Балалар, бүгін сабағымызда ерекшелік бар. Өйткені бүгін өткен сабақтарға шолу ретінде сұрақтар қойылады. Ол сұрақтар сөйлем мүшелері туралы. Себебі біз осы бөлімде сөйлем мүшелері туралы өте көп нәрселер үйрендік, және бүгін сол білімімізді ары қарай жалғастырамыз. Бірінші сұрағымыз, балалар, ол сөйлем мүшелері нешеге бөлінеді және атауы қандай? Біз осыны өткенбіз, балалар, есімізге түсіреміз. Жауабымыз сөйлем мүшелері екіге бөлінеді, тұрлаулы және тұрлаусыз. Балалар, бастауыш дегеніміз не? Бастауыш дегеніміз ол сөйлемде атау септігінде тұрып, іс оқиғаның иесін білдіреді. Бастауыш құрылысына қарай қандай топтарға бөлінеді? Балалар, бастауыш құрылысына қарай дара, күрделі, үйірлі болып бөлінеді екен. Сонымен қатар, балалар, толықтауыш дегеніміз не? Біз оны өткенбіз. Толықтауыш дегеніміз баяндауыш білдіретін әрекетті толықтыру үшін жұмсалатын тұрлаусыз мүше. Баяндауыш болатын сөз таптары олар нелер? Баяндауыш болатын сөз таптары олар етістік, сын есім, сан есімдік, сонымен қатар есімдік, зат есім, еліктеу сөзбен көмекші етістік. Тұрлаусыз мүше, балалар, 3 бөліктен тұрады. Біз оның 2 бөлігін өткенбіз, ал енді 3-ші бөлігін өтеміз. Анықтауыш сөйлемде басқа мүшелердің сын сипатын анықтап тұратын мүше. Қандай, қай, кімнің, ненің, неше, нешінші, қанша, қайдағы, қашанғы деген сұрақтарға жауап береді. Ал толықтауыш сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүше. Кімді, нені, кімге, неге, кімде, неде, кіммен, неден, кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Ал пысықтауыш сөйлемде іс қимылдың түрлі белгісін, яғни мекенін, мезгілін тағы да басқа анықтайтын мүше. Қайда, қайдан, қалай, қарай, қашан, қашаннан бері, қалай, қалайша, қайтып, не үшін, неліктен, неге, не мақсатпен, қаншалықты деген сұрақтарға жауап береді. Мінекей, балалар, біз бүгін тұрлаусыз мүшелердің өткізілген тақырыптарына шолу жасап, жаңа бөлімін бастадық. Ал тұрлаулы мүше, балалар, ол 2 бөліктен тұрады. Бастауыш және баяндауыш. Мысалы, бастауыш жазда күн өте ыстық болады. Күн сөзі. Достарым осы жарысты жеңіп шықты. Достарым сөзі бастауыш. Қонақтар кешке келеді. Қонақтар сөзі ол бастауыш. Үшеуі сыртқа шықты. Үшеуі бастауыш. Ал енді баяндауыш сөздері. Олар біз тауға шықтық. Шықтық сөзі баяндауышты атқарады. Күн ыстық, ыстық сөзі баяндауышты атқарады. Оның ойы үйге ертерек жету еді. Бұл жердегі жету еді дегеніміз ол баяндауыш болып табылады екен, балалар. Балалар, енді біз бүгін ары қарай өтейік. Ол пысықтауыш, балалар, пысықтауышпен танысамыз. Пысықтауыш етістіктен болған баяндаушты мекен, мезгіл, қимыл, сынмен себеп, мақсат жағынан айқындап тұратын сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі. Пысықтауыш қызметінде жұмсалатын сөздер, олар үстеулер, үстеу мәнді есімдер, сапалық сын есімдер мен мекендік, мезгілдік, мақсаттық, амалдық мағыналардағы жұмсалатын септеулердегі зат есімдер.
Бірақ балалар барлық септіктер жатпайды. Тек қана жатыс, барыс, шығыс, көмектес септіктеріндегі зат есімдер. Ал пысықтауыштың негізгі белгілері: 1. Іс-қимылды, мезгіл, мекен, мақсат іс-қимылын себеп мөлшер жағынан пысықтап тұрады. 2. Қашан, қайда, қалай, неге, не үшін, неліктен тағы да басқа сұрақтарға жауап береді. 3. Байланысы түрлері: меңгеру, жанасу және қабысу. Мінекі балалар, біз бүгін пысықтауыш туралы көбірек ережелермен таныстық. Енді балалар, ары қарай пысықтауыштың мағынасына қарай балалар 5-ке бөлінеді: мекен, мезгіл, себеп салдар, сын-қимыл, мақсат. Мысалы, мекеннен бастайық. Іс-әрекеттің орнын, мекенін білдіреді. Қайда, қайдан, қалай, қарай деген сұрақтарға жауап береді. Оқушылар мектепке қарай кетті. Мектепке қарай деген сол мекен пысықтаушы. Мезгіл пысықтаушы. Іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Қашан, қашаннан бері деген сұрақтарға жауап береді. Түске дейін сенбілік аяқталды. Түске дейін ол мезгіл. Себеп салдар, іс-әрекеттің себебін білдіреді. Және қашан, не үшін, неге деген сұрақтарға жауап береді. Амалсыздан тапсырманы орындады. Бұл жердегі амалсыздан сөзі ол балалар бізде себеп салдар болып табылады. Және де сын-қимыл ол іс-әрекеттің жүзеге асу амалын, мөлшерін білдіреді. Қалай, қалайша, қайтып деген сұрақтарға жауап береді. Ол жылдам оқиды. Мысалы, бұл жердегі жылдам сөзі ол сын-қимыл. Сонымен қатар соңғысы іс-әрекеттің мақсатын білдіреді. Неге, не мақсатпен деген сұрақтарға жауап береді. Ол мақсат, яғни жұмыс істеу үшін келді. Жұмыс істеу үшін келді сөзі мақсат болып табылады. Енді ары қарай балалар, пысықтауыш болатын сөз таптары: олар істеу, зат есімдер. Бірақ зат есімдер олар барыс, жатыс, шығыс септігіндегі. Және сан есімдер, еліктеу сөздер және көсемше. Істеу, мысалы, арада 2 сағатта уақыт өтті. Арада дегеніміз істеу. Абай сүйсігінен қатты күлді. Бұл жердегі сүйсінгеннен ол бізде әрине зат есім. Сан есім: 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да 80 дегенде зар боларсың. Бұл жердегі 80-де, 90-да деген сөздер сан есім. Еліктеу сөздер: үйдің іші енді сезіп бұл күлісті. Бұл жердегі келісі ол көсемше, еліктеу сөз. Енді көсемше: көре-көре көсем боларсың, сөйлей-сөйлей шешем боларсың. Бұл жердегі көре-көре, сөйлей-сөйлей дегеніміз көсемше. Мінеке балалар, біз бүгін қазіргі таңда пысықтауыш болатын сөз таптарымен танысып қойдық. Енді балалар, сіздер пысықтауыш болатын сөз таптардың не екенін және оларға мысал құрастыру ретінде қандай қателіктер тастамауға болатынын үйренетін болдыңдар. Енді ары қарай балалар, олар пысықтауыштың мағынасына қарай түрлері. Біз осылармен танысқанбыз. Олар мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мақсат, амал және себеп мөлшер пысықтауыштары. Балалар, бұл жерде тереңірек ақпараттар берілген. Сол себепті сіздер осыны оқып, осы ережелерді мұқият түрде өз естеріңізге түсіріп, ешқашан ұмытпаңыздар. Енді балалар, дәптерімізді ашып жазайық. Публицистикалық стиль қоғамдық өмірдегі өзгерістер мен жаңалықтардан хабардар ететін стиль түрі. Логикалық жағынан қисынды, дәлелді, жалпы халыққа түсінікті болады. Мақсаты құбылыс, оқиға мәтінін ашып ақпарат беру. Қолдану аясы олар мәжіліс, жиындар және газет, журналдар болып табылады. Стильдік сипаты нақты ақпарат көзі болады, кейде шақыру үндеу түрінде де болады. Балалар, мінеке біз қазір публицистикалық түрдің мақсатын, қолдану аясын, стильдік сипатын, жалпы публицистикалық стиль дегеніміз не екенін түсіндік. Балалар, осыны міндетті түрде дәптеріңізге жазып алайық. Себебі сіздер мәтін стильдердің айыру түрінде қателіктер тастамау үшін
осы публицистикалық стильді есімізге алуымыз қажет. Енді балалар, Қазақстандағы қорықтар. Қазақстанда қазіргі уақытта балалар 10 қорық ұйымдастырылған. Және де балалар осы қорықтардың барлығының өзіне тән ауданы бар екен. Ал енді балалар, біз сіздермен қазір сабаққа шолу ретінде бір сұраққа жауап берейік. Балалар, суреттерге назар аударып, осы суреттердің сабаққа қандай байланыс көрсететінін анықтайық. Өздеріңіз дәптерге осы сұраққа жауап ретінде жазсаңыз, өзіңіз қалағандарыңызды жауап үлгісімен тексерсеңіздер болады, балалар. Балалар, әрине осы суреттердің сабақ тақырыбымен байланысы бар, себебі суреттерде Қазақстан қорықтары бейнеленген. Және де балалар, бірінші тапсырма, берілген оқылым мәтінін оқып, осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ, Ақсу-Жабағылы қорығы қашан құрылды? Екінші сұрақ, Ақсу-Жабағылы қорығы қандай өлке болып табылады? Осы екі сұраққа жауап беріп, өзіңіз қалалықтарыңызды жауап үлгісімен тексерсеңіздер болады. Бірінші сұрақтың жауабы, ол Ақсу-Жабағылы қорығы 1926 жылы құрылды. Ал екінші сұрақтың жауабы, Ақсу-Жабағылы қорығы жоғалып бара жатқан жануарларға бай өлке болып табылады екен, балалар. Ендеше, балалар, біз оқылым мәтіннен жұмыстар жасадық. Енді келесі тапсырма, ол бізде екінші тапсырма, ереже арқылы жұмыс жасау. Пысықтауыштың мағыналық түрлеріне Қазақстандағы қорықтар туралы мысалдар жазыңдар. Қай сөз табына жасалғанын анықтаңдар. Осы екінші тапсырманы орындап, балалар, мұқиятты түрде осы орындау барысында берілген алдыңғы слайдтардағы ережелерге қарап, тапсырманы дұрыс орындайық. Ал енді, балалар, үйге тапсырма. Үйге тапсырма, суреттерге қарап, Ақсу-Жабағылы қорығының табиғатын сипаттап, жинақы мәтін жазыңдар. Сөз саны 60-70 сөз. Сонымен қатар, балалар, мәтін ішінде пысықтауыштың мағыналық түрлерінің болуы шарт. Және олардың астын сызып қойыңдар. Осы тапсырманы орындап, енді біз келесі тапсырманы оларды да орындадыңыздар деген ойдамын. Балалар, назарларыңызға рахмет. Егер де сіздер үшін менің видеоларым өте маңызды болса, онда қоңырау белгісін басып, менің шыққан әрбір жаңа видеом сізге қоңырау түрде ақпарат беріледі. Сол себепті қоңырау белгісін басайық. Назарларыңызға рахмет.